жезтырнақ қазақ мифологиясындағы ең қорқынышты бейнелердің бірі. Ол әдетте әдемі әйел кейпінде көрінеді, бірақ оның нағыз бет бейнесін тек түнде немесе ай сәулесінде ғана көруге болады. Ол адамдарды алдап, тырнақтармен тырнап жара салады. Тіпті кей аңыздарда адамдардың қанын ішеді делінеді. Аңыз бойынша жезтырнақ көбіне жалғыз жүрген жолаушылардан дейді. Ол сұлу әйелге айналып, адамды алдап, қараңғы жерге алып кетеді. Кейбір деректерде ол тек ер адамға шабуыл жасайды делінеді. Және де ол қалада адам жүретін аз жерлерде адамды өлтіреді, тіпті үйіне дейін кірген кездер болған. Аңыздарға сенсек, жезтырнақ оттан, темірден және батыл адамдардан қорқады. Сол үшін мықты болыңыздар. Кейбір батырлар оны қылышпен жеңген деседі. Ал егер оның тырнақтарын кесіп тастаса, ол өз күшін жоғалтады. Сол үшін жезтырнақтың тырнағы алғышпен алындар. Бұл тек аңыз ба, әлде расында болған оқиға ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? 온다 돌아온.